Алматы әкімдігі бет-бетті танитын видео мониторинг жүйесін жалға алуға 1 миллиард теңге жұмсамақ. Сонда біз бақылауда боламыз ба? Келіңіз тендерді бірге талдайық. 13 ақпанда мемлекеттік сатып алу порталында Алматы қаласының цифрландыру басқармасы мемлекеттік органдарға ақпараттық техникалық қызмет көрсету атауымен тендер жариялады. Алайда қосымша сипаттамада әңгіме бірыңғай бейне мониторинг жүйесін жалға алу туралы екені көрсетілген. Бұл мақсатқа 922 миллион теңге қарастырылған. Техникалық сипаттамадан әкімдік Target Eye қоғамдық қауіпсіздік платформасы деп аталатын нақты бейне мониторинг жүйесін жалға алуды жоспарлап отырғаны көрсетілген. Құжатта жүйенің қазірдің өзінде цифрландыру басқармасының балансында екені, ал тендер 2028 жылдың соңына дейін оны қызмет көрсетумен және дамытумен байланысты екені жазылған. Биыл 304 миллион теңге, 2027 жылы 307 миллион теңге, 2028 жылы 310 миллион теңге жұмсау жоспарланған. Жобаның негізгі мақсаты қоғамдық қауіпсіздік оқиғаларға жедел әрекет ету және қызметкердің жұмысын үйлестіру деп жазылады. Негізгі функциялардың бірі бет-әлпетті тану. Жүйе бейне ағынның нақты уақыт режимін бір кадрда қатарынан 5 адамға дейін анықтап, сәйкестендіре алады. Дерекқорда адамдардың тізімдерін сақтап, жаңа бейнелерді сол тізімдерге автоматты түрде салыстыру мүмкіндігі бар. Сәйкестендіруден бөлек платформа сыртқы белгілерді талдайды. Жынысы, шамамен жасы, көзілдіріктің, сақалдың, масканың болу және басқа да сипаттамалар бар. Қосымша белгілерді, мысалы киімнің түсі де тіркеледі. Сондай-ақ жүйе автокөліктердің мемлекеттік тіркеу нөмірлерін таниды, көліктің маркасын, моделін, түсін және түрін анықтай алады. Тендердің сипаттамасына қарасақ, әңгіме жай ғана бейне бақылау туралы емес. Биометрия элементтері, қозғалысты қадағалау және билік назарындағы азаматтардың мінез-құлқын талдау мүмкіндіктері бар ауқымды қалалық цифрлық мониторинг жүйесі жөнінде екенін байқаймыз. Бұл расымен қауіпсіздік әдісі ме, әлде халықты бақылаудың жаңа түрі ме? Пікіріңізбен бөлісіңіз. Target Eye жүйесі мен Алматы әкімдігінің камералар арттыру жайлы өзге де тендерлер туралы төмендегі сілтемеден немесе биодан оқи аласыз.